Ассалаумағалейкум. Тендерге тіркелмей-ақ қандай тендер ойнатылып жатқанын қарауға болады. Ол үшін мысалы Госзакуп порталына кіреміз. Регистрация жасаған жоқсыз, бірақ қарауға болады қандай тендер. Закупке дегенді басамыз. Поиск лотов. Мысалы, мына жерде міне способ закупки дегенді запрос ценовых приложений қоямыз. Статус. Осыны таңдаймыз. Так. Сосын опубликован деген таңдаймыз. Осы үшеуін таңдаймыз. Біріншісі, екіншісі, үшіншісі. Сосын мына жаққа место поставкиге өзіңіздің қалаңыз таңдайсыз. Мысалы, қай қалада тұрасыз, соны таңдайсыз. Мысалы, мен Жаңаөзен қаласы деп жазам. Жаңаөзен. Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы. Мына жақта неше мыңнан бастап неше мыңға дейін тендерлерге қатысуға, соны қарауға болады. Мына жерде датаны. Мысалы, мен бүгін 13-і, ертең 14-і, 15-і бітетін тендерлерді қарағым келіп отыр. 15 деп басамыз. Найти. Міне 600 теңгеге тендер бар, мысалы. 600 теңгеге тендер бар. Мына жерде товар, бірінші закупка, мекеменің шығарып отқан. Жаңаөзен қаласы номер 18-ші мектеп шығарып отыр. Лотты басамыз. Мына бір адам қатысып жатыр, өзіне өтіп кеткен. 200 теңгенікі бар, 600 теңге, 300 теңге. Басқаларын қарап көрейік қазір. Так. 1.339.000 теңгеге, мысалы, ноутбук дейді. Бұл тендердің бітуіне бір күн 14 сағат 6 минут бар. Ешкім қатысып жатқан жоқ. Организатор. Вечерная школа. Жаңаөзен қаласы, шаңырақ. Бәрі данный жазып тұрады. Так, лот. Осы лоттан қараймыз қандай тауарларын сұратып отқан. Ноутбук, міне характеристика барлығын жазып қояды осылай. Бір ноутбукқа 267.857 теңге беріп отыр. 5 ноутбук апарып беру керек. 1.339.000 теңгеге. Мына жағынан енді түсініксіз болуы мүмкін. Ол үшін документацияны басамыз. Техническая спецификацияны басып, осын басып қараймыз. Бұл жерде барлығы жазылады. Қандай ноутбук керек. Процессор Intel Core i5, оперативка 4-тік. Жеткізу орны место поставки Жаңаөзен қаласы, Шаңырақ шағын ауданы 16Б.
апарып беретін мынау 16 күннің ішінде апару керек. Осылай қара берсеңіздер болады. Сосын мына жақта черныйға кеткен ипыларды да қарауға болады. Рестерді басамыз. Рестер біріншісін басамыз. Черныйға кеткен ипыларын мысалы қалды бейік дейді. Осылай қарауға болады. Енді самұрық қазынаны қарау үшін zakup.sk.kz деп жазамыз. Мына самұрық пен Госсакуптың айырмашылығы, Госсакупта мысалы мекеме, мектеп, садик, больница, сондай сияқты мекемелер товар сұратады, тендер ойнатады. Ал мына самұрықта жаңағындай Өзенмайгаз ірі компаниялар ойнатады. Газмайгаз деген сияқты. Мысалы мына жақта да қарайық. Метод закупки. Запрос ценовых предложений басамыз. Товар, услуга да бар, товар да бар. Жұмыс товары. Бәрін қарай берейік. Место поставки тағы да Жаңаөзен қаласын қарайын. Маңғыстау. Так. Жаңаөзен. Найти. Так, мысалы закуп спрей антисептик сұратып отыр 150 мың теңгеге. Бітуіне 8 күн бар тендердің. Заказчик кен құрылыс сервис. Так. Бір штук антисептикке 1500 теңге беріп тұр. 100 штук сұратып отыр. Документ. Оны да кіріп қарауға болады. Антисептик спрей мынақты STRK-KZ. Бұған енді STRK-KZ сұраса қатысу қиын болады. Себебі бұда сертификат сұрауы мүмкін. Антисептиктің. Басқасын қарап көрейік. Растворитель. Кран. Масло дейді. Моторный масло дейді. 1,145,000 теңге. 3 күннен кейін шпилка. Так. Закуп болды дейді. Осыны көрейік. Ешкім қатыспаған. Сол үшін бұлар повторны қайттан шығарып отыр. Так. Болт шестигранный. 20 мм болу керек дейді. Диаметр. Мына жерде астындағысында 8 мм. Мынада 204 штук керек дейді. Штугына 2115 теңге беріп отыр. 431 мың теңге общий. 30 күннің ішінде апарып беру керек сіздерге отқан жағдайда. Осылай қарауға болады.